Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кітаптарымызда негізі таяммумды керектіретін себептер айтылған кезде екіге бөліп тастайды. Біреуі хақиқи, екіншісі хүкми. Хақиқи себеп, яғни судың шынымен де болмауы. Яғни сен мысалы қаланың сыртындасың, қасында су жоқ. Су бар жерге дейін кемінде 1 миль ара қашықтық бар. 1 миль, яғни шамамен 1850 метр. 1 миль немесе одан да көп деп айтылады. Мысалы айтайық, 2 километр, 3 километр ара қашықтық бар суға дейін. Намаз уақыты кіріп қалды, сен таяммум алып, намазыңды оқи аласың сол таяммуммен. Бұл хақиқи судың болмауы, хақиқи сумен дәрет алуға мүмкіншіліктің болмауы. Екіншісі хүкми. Хүкми негізінде су бар. Бірақ ол суды бір түрлі сен пайдаланамайсың. Пайдалануға бір жағдайың жоқ. Мысалы, адам науқас. Егер қазір сумен дәрет алатын болса, я болмаса ғұсыл құйынатын болса, ауруы асқынып кетуі мүмкін. Мысалға, бұл жағдайда да адамға таяммум алып намаз оқуға рұқсат етіледі. Сол сияқты бұл мәселеге қияс қылып, пойыздағы бауырларымыздың жағдайында айтсақ болатын шығар деп ойлаймын. Қияс қылып. Өйткені пойызда шынымен де су бар, бірақ ол суды пайдалануға мүмкіншілігі жоқ. Яғни өйткені арнайы ғұсылхана жоқ ол жерде. Сол себептен бауырларымыз сондай жағдайға түсіп қалатын болса, пойызда жүніп қалатын болса, таяммум алсын, сол таяммуммен намаздарын оқысын, бірақ түсіп қалаға келгеннен кейін ең бірінші әрекеттері ғұсыл алуға асықсындар. Яғни келді қалаға, намаз уақыты шықпай тұрып, бірден сумен ғұсыл алып, намаздарын ғұсылмен оқып алсын. Яғни бұл істі кешіктірмесін, бірақ барғаннан кейін. Ал пойызда таяммум алып, намаздарын оқысын, намазды тастауға болмайды. Яғни ол жерде пойызда жүніп болып қалған бауырымыз суды қолданып ғұсыл ала алмағандығынан, яғни жағдайы болмаған үшін таяммум алып ғұсылға, яғни не етеді, таяммум алады. Таяммум алғаннан кейін дәрет алады. Бірақ бұл жерде таяммуммен жүре бермейді, қате түсіп қалмасын бауырым. Бұл жерде не істейді? Таяммум алады. Не үшін? Ғұсыл үшін таяммум алады. Бірақ намаздар үшін дәрет алуды керек. Яғни дәретті тастамайды. Дәрет үшін сумен пайдаланады, ал ғұсыл үшін тек қана таяммум алады. Осы жерде ескерсін.